Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тақырыбымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта сәуле ізінің әдісі нүктенің жазықтықтан көлемдік пішін салу деген тақырыпты өткен болатынбыз. Ол сабақта өзіндік қылаушы жазықтықта түскен көлеңкенің айырмашылығын көрсеткен болатынмын. Түзудің нүктенің көлеңкелерін қалай түзу әдістерін көрсеткен болатынмын. Бүгінгі сабақта жалғастырамыз. Тақырыбымызды геометриялық денелердің көлеңкелері деген тақырыпты бүгін өтетін боламыз. Геометриялық денелердің көлеңкелерін салу кезінде ең алдымен өз көлеңкесінің контуры анықталады, яғни дененің жарықтандырылған және көлеңкеде орналасқан бөліктерінің бөлу сызықтары. Өз көлеңкесінің контуры құлаған көлеңкесінің контуры анықтайды. Жарық сәулесінің қабылдаған бағытына текшенің оң, артқы және төменгі беттері өз көлеңкесінде болады. Қалған беттер жарықтандырылған. Өз көлеңкесінің контуры бұл 1, 2, 3, 4, 5, 6, бір жабық сызық, ол құлаған көлеңкесінің контурын құрайды. Призмадан көлеңке. Призмадан түсетін көлеңкелердің құрылысы келтірілген. Оның негізгі проекцияларының көлденең жазықтығына орналасқан. Өз көлеңкесінде призманың артқы және оң жағы бар. Бұл бетті шектейтін қабырғалар бұл көлеңкесінің контуры. Мысал ретінде сіздерге назарларыңызды суретке аударыңыздар. Мысал ретінде мына призманың екі көрінісі берілген. Мынау бірінші жағдайда, мынау екінші жағдайда. Бірінші жағдайда үстінен қараған көрінісі призманың, мынау алдынан қараған көрінісі. Бірінші жағдайда А нүктесінен 45 градуспен сәуле ізіне S1-ге параллель жүреміз, тангенс жүреміз, координат ось X-қа, содан 90 градуспен түсіретін боламыз. Одан горизонталь жазықтығындағы А2-ден біз 45 градуспен сәуле ізіне S2-ге параллель жіберіп, қиылыстырып, осы жерден А нүктесін алатын боламыз горизонталь жазықтығында. Сөйтіп қалған BC нүктесінен де өстіп 45-дан жібереміз, координат осыға дейін 90 градус жібереміз. BS-тан да 45 градус қиылысады, қиылысқан жерінен SB P2 нүктесін алатын боламыз. Контурларды қосқан кезде өстіп өзіндік көлеңкесін алатын боламыз. Мына жерде екінші жағдайда көрсетіліп тұр. Бұл жерде біз тағы да бірінші жағдайда біз үстінен келсек, мына жерде екінші жағдайда біз астынан келетін боламыз. Әр нүктеден 45 градуспен тангенс жібереміз, координат ось X-қа дейін, 90 градусқа көтереміз, төбесіндегі нүктелерден 45-пен қиылыстырып, нүктелерді аламыз. Бірінші нүктеде, бірінші жазықтықта A, P1, P1, SP1 деп нүкте қоямыз да, контурларын бір-біріне қосып, қылаушы жазықты алатын боламыз. Конус пен пирамиданың көлеңкесі. Конус пен пирамиданың өзіндік және құлаған көлеңкелерінің құрылысы айтарлықтай ерекшеліктерге емес. Бұл денелердің көлеңкелері салу кезінде ең алдымен құлаған көлеңкелерін салады. Олардың көмегімен өз көлеңкелерін контурлары анықталады. Конустың құлаған көлеңкесі салу үшін алдымен конустың жоғарғы жағынан
күн жазықтығына түсетін көлеңке салынады. Мысал ретінде мынау S нүктесінен төбесінен 45 градуспен сәуле ізіне S1 сәуле ізіне параллель 45 градуспен түсіретін боламыз. Одан кейін дәл ортасынан S1 төбесінен үстінен қараған горизонталь жазықтықта төбесінен қараған конустың төбесінен 45 градуспен жіберетін боламыз тангенс координат оси X-ға. Оны 90 градуспен көтереміз. Қиылысқан жерін SP деп белгі береміз жақшаның ішінде. Енді осы сызықтан жалғастырамыз. S1-ден координат оси X-ға қиылысқан жерінен тағы да 90 градуспен көтереміз. Тағы бір төбесі SP2 дейді. Осы нақты өлшем болатын болады. Нақты нүкте болатын болады. Нақты көлеңкенің нүктесі болады. Осы жерден екі шетінен 45 градуспен координат оси X-ға көлеңкесін сәулесін жіберетін боламыз. Осы координат оси X-тан біз төбесіне қиылыстыратын боламыз. Өстіп конустың өзіндік құлаушы көлеңкесін аламыз. Өзіндік көлеңкесі A2-ден 90 градуспен көтеріп A1 нүктесі пайда болады. Одан оны S1-ге жіберетін боламыз. Содан біз өзіндік көлеңкесін алатын боламыз. Пирамиданы түсірген кезде тағы да екі көрініс берілген горизонталь жазықтығында. Үстінен қараған көрінісі, төбесінен алдынан қарағандағы фронталь жазықтықтағы көрінісі. Оны пирамиданың табасынан белгілеп аламыз әріптермен. Одан үстінен қараған көріністерді контурында бұрыштарын белгілеміз тағы да. A1, A2, B1, B2, S әр жағында жатыр пирамиданың. D2 деп 90 градуспен бұл нүктелер үшін 90 градуспен көмек сызығын түсіретін боламыз. Енді тағы да жаңағы пирамидағында S-тен біз S1 сәулесінен параллель 45 градус түсіреміз. Тангенс координат оси X-ға. Содан ортасынан 45-пен көтереміз. Координат оси X-ға келеміз, сосын көтереміз. Қиылысқан жерін SP жақшаға аламыз. Нақты өлшемі нүктесі SP2 болатын болады. Шет жағынан да бітіп координат оси X-ға келеміз де SP1-ге әкеп қиылыстырамыз. Өстіп бізде өзіндік көлеңкесін алатын боламыз. Өзіндік көлеңкесі ол B2, S2, D2 болады өзіндік көлеңкесі. Құлаушы көлеңкесі ол D2, B2, SP2 болады. Бұл құлаушы көлеңке, өзіндік көлеңкесі. Өзіндік көлеңкесі фронтальда ол әр жағында жататын болады. Осымен сабағым аяқталды. Ендігі сабақта аксонометриясын көрсететін боламыз. Комплекс сызбаның екі көрінісін көрсететін боламын ендігі сабақта. Осымен сабағым аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.